Жетінші лекция. Жалған атақ ұлт көшбасшысының жасаған жағымпаз легитимсіз парламент халыққа жауап берсін. Қоғамда адамдар арасында кездесетін жетекші лидерлікке тән құбылыстар табиғатта, жануарлар дүниесінде олардың топ-тобыр болып бірігіп өмір сүретін бөлігінде де кездеседі. Оларға маймылдар тобырын, бұғылар табынын, жылқылар үйірін, қасқырлар ұяларын, көктемде жылы жақтан ұшып келетін, күзде қайтатын жыл құстарының ұшу тәртібін бастаушыларын жатқызуға болады. Бұлардың ішінде күш жағынан ең мықтысы, ақылдысы, өжеті бөлініп шығып, көсемдік рөл атқарады. Тобырды, табынды, үйірді басқарып, жетекшілік міндетті жүзеге асырады. Бұлардың арасындағы көсемнің жетекшілік жасауы жазылмаған биологиялық программаланған заңдар арқылы жүзеге асырылады. Топ бастаушы жетекшіліктің сырын білу мақсатымен оны зерттеген сонау ежелгі антикалық тарихшылар Геродот, Плутарх және тағы басқалар өз еңбектерінде саяси лидерлер туралы мәселе көтеріп, адамзат тарихының даму барысында өмірде болған батырлар, монархтар, қолбасшылардың жетекшілік қасиеттерін көре білген. Саяси лидерлер туралы зерттеу жүргізген Никколо Макиавеллидің пайымдауынша, саяси лидер ол қоғамдағы адамдардың тіршілігін қамтамасыз етуші. Ондағы тәртіпті кез келген тәсілдермен іс жүзіне асыратын барлық билікті иеленуші мемлекет басшысы дейді. Саяси көш бастаушы лидер болудың екі жолы бар. Бірінші, көпшілік халықтың мақсат мүддесін кездейсоқ дөп басып, ойынан шыға білу. Екінші, ол мүдделерді мақсатты түрде қажырлықпен іске асыру. Өмір дәлелдегендей кейбір топ бастаушылардың саяси лидерлік тағдыры кездейсоқ туады. Олар өз басының іскерлігі, абыройының арқасында емес, белгілі бір тарихи уақытта, белгілі бір оқиғаға, желіге, струяға, арнаға кез келіп қалудан да болады. Көбінесе лидердің жеке басының жұртшылыққа ұнайтын жақтар әрекеттері оның харизмалық тұлғасын қалыптастыруда қосымша рөл атқарады. Лидерлік бұл басқарушылық мәртебе, лауазым иесі, билік шешімдеріне байланысты әрекет ететін қызметкер. Лидерліктің бұл түрі қоғамдағы басқарудың құрылымдық сатысынан шығады. Басқарудың осы функциясын атқару адамға жол бастаушылық, лидерлік мәртебе береді. Харизма, адуындық, лидердің бойында жаратылысынан бар ерекше, өзгелерде бола бермейтін қасиеттерден құралады. Өйткені харизматикалық көсем оның беделі өткен кезеңмен байланыс жоқ, келешекті әлеуметтік жаңарту, көпшілікті әлеуметтік жаңарту міндеттерін шешуге жұмылдыра алатын қабілетімен көрінеді. Мысалы, ұлт көшбасшысы көсем лидерге Ленин, Ататүрк, Махатма Ганди, Фидель Кастролар жатады. Бұлар өздері басқарған мемлекеттерді кіндігінен тырнақшаға алынды. Жаратқандар, яғни сол қоғамдық құрылыс өзгеше мемлекеттерді өмірге тікелей өздері әкелгендер. Ал осы есімдері аталған шынайы көшбасшылармен салыстырғанда, Назарбаев қолдан жасалған жасанды искусственный лидер. Өйткені ол бұрын өмір сүріп отырған Қазақстан атты мемлекеттің билігіне кеңестік жүйеде қалыптасқан номенклатуралық тәртіппен жағымпаздардың сыбайластығының арқасында кездейсоқ келген басшы. Жоғарыда аталған лидерлер халықтың мүддесіне сай қоғамдық құрылысы мүлдем өзгеше жаңа мемлекетте өмірге әкелгендер, яғни өз кіндігінен жаратқандар. Олар өз халқының көсемдері дәрежесіне жеткен ұлт көшбасшылары. Бұл мәртебені оларға биліктің көзі болып табылатын халықтың өзі тікелей ешбір құжатсыз берген. Ол берілген мәртебе Назарбаевқа берілгендей қолдан жасалған заңсыз парламенттің шешімі емес. Мұндай халықтың шынайы ықыласына бөленген, зор мәртебені иеленген көшбасшылар қазақ тарихында да болған. Қазақ халқы ұлтына адал қызмет еткен, олардың мүдделері жолында өмірлерін сарп еткен екі ханға кезінде Әз Жәнібек пен Әз Тәуке деген құрметті атау берген. Қазақ тарихында екі ханға ғана халық Әз, яғни Әзиз деген есімді қосарлап берген. Олардың алғашқысы Керей ханнан кейін
қазақ жұртына қан болған Әз-Жәнібек, шын аты Әбу Саид хан болса, екіншісі осы ханның кейініректегі ұрпақтарының бірі әйгілі Әз-Тәуке хан. Азиз қасиетті Құранда бәрінен үстем деген мағынаны аңғартады. Яғни, бұл жаратушының көптеген жанаматтарының бірі болып табылады. Әз-Жәнібек хан қазақ жерін азат ету жолында соғыстан қолы босамаса да, мемлекеттік жүйені нығайту, халықтың басын қосу жолында көп іс тындырған дара тұлға болған. Жәнібек шын мәнінде қазақ мемлекетін аяғынан тік тұрғызып қана қоймай, оны көрші халықтарға ең алдыменен керегесі ағаш, ұраны алаш болып табылатын қазақтардың өздеріне мойындатып кеткен тұлға еді. Ол өлерінен біраз бұрын, дәлірек айтқанда 1472-1473 жылдары өтей бойдақ шипагерге емшілік туралы кітап жазуды тапсырады. Бүгінде медицина ғылымы жоғары бағалап отырған бұл кітап біздің заманға аман жетті. Ұлттың саулығын ойлаған Әз-Жәнібек қазақтардың 7 атаға жетпей үйленулеріне тыйым салған заңды алтын мөрмен бекітіп кеткен тұлға. Алайда іргесінен қанпезер ата жау арылмаған шақта ол қапыда Ақ Ордаға шабуылдаған дұшпанның қолынан қаза тапты. Тәуке хан қазақ тарихында Әз-Тәуке, адамзаттың данасы деп аталды. Біртұтас қазақ ордасында тура 35 жыл билік құрған Әз-Тәуке Салқам Жәңгір ханның бел баласы. Шешесі қалмақ қызы болған. Баланың атын сол кезде алғашында Таутеке қойыпты. Кейін Тәуке атанып кеткен. Тәуке хан тағына отырған соң асқынған ішкі феодалдық алауыздық пен бытыраңқылықты жойып, бір орталыққа бағынған қазақ хандығын құруға қажырлы қайрат жұмсады. Хандық билігін күшейтуге бағытталған реформалар жүргізді. Феодал шонжарлардың өкілдері мен билерден құралған хан кеңесінің және халық кеңесінің рөлін арттырды. Жыл сайын Ташкент қаласының түбінде Күлтөбеде 300-дің басын қосқан жиналысын құрылтайын өткізді. Бұл Күлтөбенің басында күнде кеңес деген тарихи атқа ие болды. Әз-Тәуке ханның өз заманындағы және бұрынғы соңғы қазақ тарихындағы ең үлкен еңбегі 7 жарғы аталатын заң жүйесі. Әз-Тәуке ханның 7 жарғысы сол ежелгі жора тұрғысында жасалған, бірақ жаңа заман ортаға икемделген айрықша маңызды құжат болды. 7 жарғы ұлыстың береке бірлігін сақтауға бағытталған негізгі заң ғана емес, қоғамдық топтар, жеке адамдар арасындағы қатынасты, мінез құлық ережелерін негіздеген бірден бір нұсқа ұлттық сананың, мемлекеттік сананың көрінісі болды. Түркия мемлекетінің елбасы Ататүріктің ұлтқа қожалық жасауға болмайды, оған тек қызмет етуге ғана болады. Ұлтқа қызмет жасай білген адам ғана оның қожасы бола алады деген көрегендікпен айтып кеткен оймен үндес адал қызметті заманында қазақ халқының болашағына адастырмайтын жол салған, қысылтаяң шақта халқының қорғаншысы бола білген, елінің ардақтысына айналған екі ханға берілген Әз-Әзиз деген атақтар дәлел. Франкфурт мектебінің саясаттанушы ғалымдары Форум мен Адорно және тағы басқа лидерлер арасынан билік құмар, авторитарлық өктемдікке бейім болатын тұлғаның болатынын анықтаған. Мұндай тұлға дамуы қалыпты емес қоғамдық құрылыста пайда болады, біздегі сияқты. Авторитарлық типтегі лидерге билік психологиялық қажеттілік болып табылады. Көпшілік жағдайда ол жеке басының кемшіліктерін, әлсіздігін жасыру мақсатында еркін өзге адамдарға таңады. Мұндай адамға өзгелерге үстемдік жүргізуде шексіз билікті иемдену, оларды өзіне бағындыру оны ерекше рахатқа бөлейді. Қос палатаның төрағалары және премьер-министр Назарбаевтың 70 жасқа толу мерейтойына сыйлық жасап, 2010 жыл 14 маусымда Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына Қазақстан Республикасы тұңғыш
президентінің елбасының қызметін қамтамасыз ету саласында заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылдады. Оның бірінші бабының 2 және 3 абзацтарында Қазақстан мемлекеттігін құрудың бастауында тұрған және зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде егемен Қазақстан дамытуға аса зор үлес қосқан Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасы ұлт көшбасшысы мәртебесі берілді елбасшысына. Осы 3 жоғары лауазым иелері Тоқаев Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы ол кездегі, Орал Мұхамеджанов Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы ол кездегі, Мәсімов Қазақстан Республикасы премьер-министрі қабылдап қол қойған құжаттағы Қазақстан мемлекеттігін құрудың бастауында тұрған және зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде егемен Қазақстанды дамытуға аса зор үлес қосқан, аса зор үлес үшін деген дәлелсіз мадақтау қандай фактілермен бағаланып қалай өлшенетіндігі айтылмаған. Осы 2010 жылғы 14 маусымдағы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы қолданыстағы заңға қайшы болып шықты. Өйткені Қазақстан Республикасы парламентінің қос палатасының төрағалары мен премьер-министрдің аталған заңға қол қоюы конституция бойынша қарастырылмаған. Ал елбасы деген жасанды мәртебеде конституцияға қайшы заңсыз қабылдаған жасанды атақ. Сөйтіп Назарбаевқа елбасы лидер нация деген ресми қолдан жасалған атақ беріліп, ол осы легитимсіз парламенттің заңымен бекітілді. Назарбаев аяқ астынан өз-өзін елбасы деп атаған шексіз билікке ие болып, ақырында ел жұрттың алдында ешқандай жауап бермейтін тұлғаға айналып шыға келді. Тіпті заң бойынша президент өкілеттілігін пайдаланған кезінде және өкілеттілігін тоқтатқаннан кейін де ешқандай жауапқа тартылмайтын әулиеге айналды. Бұл сұмдық Қазақстан Республикасы Конституциясында және тұңғыш президент туралы заңда бекітілген. Онымен шектелмей аталмыш заң бойынша елбасы министрлерді, судьяларды, прокурорларды тағайындауға жеке әмір бар болып шықты. Және елбасы мемлекеттік қарулы күштердің, яғни Қазақстан әскери қолбасшысы болып танылды. Ол аз болғандай соттары, прокуратура және полиция оған тікелей бағынуға мәжбүр болды. Нақты айтқанда, Назарбаев тек өзінің билігін сақтап қалу үшін лайықты заңдар мен жарлықтарды заңдастыру бағытында ойына келген істеп, қалаған жағдайда жасай алатын қабілетте болып, ешқашан жауапқа тартылмайтын тұлғаға айналды. Назарбаевтың басшылығымен әлемде болмаған, аты бар заты жоқ демократиялық конституциялық құрылыс процесі жүзеге асырылды. Ол 1995 жылдың тамызында еліміздің негізгі заңын қабылдаған бүкіл халықтық референдуммен заңдастырылды. Қазақстанда демократиялық институттарды құру Назарбаевтың аса зор еңбегі болып табылады, деп жазды жағымпаз тарихшылар мен әлемдік құқықтық мәртебесін көпі көрнеу тәрк етіп, оны бұрмалаған биліктің тетігін ұстаған жандайшап заңгерлер. Ал Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесін басқару тек президентке жүктелген. Бұл жолы Қауіпсіздік кеңесін Назарбаев президенттік лауазымынан кеткен соң да басқарамын дегені, ол Қазақстан Республикасы Конституциясының 3 бабының 3 тармағында көзделген Қазақстан Республикасына билікті ешкімде иемденіп кете алмайды. Билікті иемденіп кетушілік заң бойынша қолданады деген талапқа қайшы. Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық ететін осы жеке бастың қауіпсіздігі кеңесіне мүше адамдар оған тәуелді. Оның әмірімен тағайындалып, оның қалауымен босатылатын, соның арқасында байып алған, өз пікірін айта алмайтын, жауапкершіліктен бастарын ала қашатын екі жүзді жағымпаз жандайшаптар болды. Мақала әлемдік тәжірибеден алынған бұлтартпайтын дәлелдер негізінде адамзат баласының тарихындағы қаншама ғұламалардың ғасырлар бойғы өмірлік ақыл тәжірибелерінің туындысы лидерлер туралы ұғымның ақиқатының өрескел бұрмаланғандығын көрсетіп отыр. Лауазымды билік тізгінін заңсыз иемденген жағымпаз депутаттардан жасақталған легитимсіз парламенттің қолдан жасаған абсурд қисынсыз шешімі екендігін ешкім жоққа шығара алмайды.
ұлт көшбасшысы туралы ақиқатты бұрмалаған халық қалаулыларының тырнақшаның ішінде осы опасыздықтарын тарих таразысы әлі-ақ айқындайтын болады. Тарих ғылымдарының докторы профессор Есенғазы Қуандық.